Сөзі де, өзі де, жүріс-тұрысы да ширақ, тың болды. Сол үшін де Құрмантай Бақбергенов Қазақстан ардагерлер ұйымының белсенді мүшесі бола білді. Кешегі батыр, ұзақ ғұмыр кешкен сүйегі асыл азамат бүгінде арамызда жүрсе, қай журналист, қай ақпарат құралы қызықпайды дейсіз. Батыр майдангер туралы қаншама газет журналдар жазып, сұхбат алды, телебағдарламаларға түсірді. Ұлы жеңістің 60 жылдығы қарсаңында Қазақстан ұлттық арнасы түсірген деректі фильмнің әрине орны бөлек. Қымбатты теледидар көрушілер,